Армысыздар ардақтағы ағайын, ипотекалық дәрігер атты YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыпта сіздерге жанұя ипотека жайында айтып беретін боламын. Талаптары, шарттары, ай сайынғы төлем, переплата және қандай үйлерді алғаса сол жайында толыққанды айтып беретін боламын. Құрметті достар, алғаш рет менің YouTube каналыма келіп отырсаңыздар, міндетті түрде тіркеле келсеңіздер, сіз үшін тек қана бір тетікті басу, ол мен үшін үлкен қуаныш. Жасап жатқан еңбегімнің бағаланғанын білдіреді. Сонымен қатар, құрметті достар, менде Instagram каналым бар, ипотекалық дәрігер деп аталады. Ол жерде де соңғы кезде осы елімізде болып жатқан барлық бағдарламаларға жазбаша түрде посталып қойған болатын. Қараңыздар, оқыңыздар. Ал көзбен көргілеріңіз келсе, дәл осы менің YouTube каналымда плейлист бөлімінде бағдарламалар бөлімшесі бар. Ол жерде осылай видео сабақтар түсірген. Оны да қараңыздар. Бүгінгі тақырыпқа көз жүгіртеміз. Талаптары: Қазақстан Республикасының азаматы болу керек. Жасыңыз 21 жастан асқан, соңғы 6 айда табысыңыз міндетті түрде болу керек. Қандай да бір мекемеден пенсионный отчисление түсіп отыру керек. Ары қаратай, Қазақстрой компаниясының үйлерін ғана аласыз. Нарықта салынып жатқан. Ол қандай үйлер? Кейінірек тоқталамыз. 5% алғашқы жарна, үй құнының 5% алғашқы жарна. 1 бөлмелі, 2 бөлмелі және 3 бөлмелі пәтерлерге ғана жүреді. 4 бөлмелі, 5 бөлмелерге болмайды. Енді қараңыз, 20% алғашқы жарна салсаңыз, доход көрсетпеге займ рәсімдеуге болады. Яғни Сбербанк пен Қазақстрой компаниясының арасындағы келісімге байланысты. Ары қаратай кеттік. Қарыз мерзімі максималды 15 жылға дейін. Максималды қарыз сомасы 70 миллион теңгеге дейін. Сонымен банктың пайызы жылдық мерзімге байланысты. Егер 1 жылға ғана займ рәсімдесеңіз, 0,1%-бен аласыз, 0,1. 2 жылға займ рәсімдесеңіз, 1%-бен, 5 жылға 9%-бен, 10 жылға 12%-бен, максималды 15 жылға алам десеңіз, 13%-бен аласыз. Есепке көз жүгіртейік. 20 миллион теңгенің пәтері 5% алғашқы жарна ол небәрі 1 миллион теңге ғана. 1 миллион теңге ғана. Яғни 20 миллионның 1 миллионын салдыңыз, 19 миллион теңге банктен қарыз аласыз. 15 жылға 13%-бен. Ай сайынғы төлем 241 мың 648 теңгені құрайды. Яғни біреудің пәтерін жалдағанша осы үйді бірден алып тұра берген абзал да. Бірақ оның өзінің минусы бар, қазір айтамын. Переплатасы 24 миллион 496 мың 560 теңге. Мына 19 миллион теңгенің үстіне қосып беретініңіз. Яғни дәл осы үйге тағы да бір үйді үстіне сыйлап кетесіз ғой, былайша айтқанда. Переплатасы енді көп. Бірақ, құрметті достар, частично және полный погашение деген болады, ешқандай комиссиясыз. Займ рәсімдеп жатқанда банктың өзінің ішкі комиссиялары болады, міндетті түрде. Енді доходыңыз жетпей жатса, максимум 3 адамға дейін созайымшық тарта аласыз. Ол азаматтардың басында ипотекалық займдары болмау керек, автокредиттері болмау керек. Көрдіңіздер да? Доход көрсететін кезде, мысалы, созайымшық бәрін тартады ғой. Общий жаңа созайымшық бірге қосқандағы доход, мысалы, сіздерде 100% доходтан сіздің обязательствоңыз осының 60%-дан асып кетпеуі керек. Яғни сіздің доходтың төлеп жатқан қарыздарыңыз, барлық қарыздарды қосқанда созайымшығыңыз бар, гарантыңыз бар, өзіңіз бар. Сіздің общий доходтың 60%-дан асып кетпеуі керек. Ары қаратай, қандай ЖК-ларды аламыз Қазақстрой компаниясының? Қазіргі таңда КЖК кепілі бар, яғни ФГЖС гарантиясы бар. Алма Сити 4 және Теремки деген ЖК-лардың аласыздар. Ол жерде тек қана 3 бөлмелі пәтерлер қалды. Болашақта Әлем Сити ЖК-сы және Кристалл деген ЖК-ға КЖК кепілдігін алады, мемлекеттің кепілдігін алады. Ол жерде 1 бөлмелі, 2 бөлмелі, 3 бөлмелі пәтерлер бар. Алдын ала бронь жасап қоюға болады. Броньға 5 күн ғана беріледі. Броньның бағасы 50 мың мен 150 мың теңгенің арасында. 5 күннің ішінде банктен одобрение алып үлгермесеңіз, броньдарыңыз күйіп кетеді. Сондықтан не істеу керек? Ең бірінші Сбербанкке бару керек. Алматы қаласы бойынша айтпақшы бұл. Тек қана Алматы қаласында. Ешқандай прописка, үй кезегінде тұру қажет жоқ. Алматыдан үй аламын десеңіз, осы бағдарламамен алуға болады. Сбербанкке барасыз, предварительно одобрение аласыз, құрылыс компаниясына келесіз, үйді таңдайсыз, бронь жасайсыз, сөйтіп рәсімдеу керек. Негізі механизмі осындай. Колл-центр Сбербанктың 50-30, Қазақстройдың колл-центрі 8-72-73 450 30. Осы нөмірлерге звондап, толыққанды ақпарат білсеңіздер болады. Бұл тек қана әзірге Алматы қаласында. Барлық Қазақстанда болады деп жоспарлануда. Бүгін тақырып осы. Қолданыңыздар, лайктарыңызды аямаңыздар, каналға жазыңыздар. Келесі тақырыпта кездескенше сау, саламат болыңыздар.